Құрметті көрермендер, аяулы тыңдармандар. Біздің каналға тіркелген болсаңыз, үнемі пайдалы кеңестер тыңдай аласыздар. Әлемге пандемия аталған жаман ауру келгелі адамдарда тамақ аурудың әр түрлі белгілері жиі байқалатын болды. Ендеше қазақ медицинасы тамақ ауруын қалай емдеген? Жұтқыншақ қабынып тамақ ауырғанда қазақ емшілері төмендегідей амалдар қолданған екен. Жылан қабығынан 6 грамм алып, жылан қабығының кірі кеткенше тазалап, жуып, ұсақтап турап, азырақ майға 2 жұмыртқаны қосып қуырып, аз мөлшерде ас тұзынан қосып бір жолда жеу керек. Егер асқазан ауруы бар болса, 2-ге бөліп жеу керек. Тамақ ауырып, тілі ойылғанда жұмыртқа ағына аз мөлшерде шекер араластырып, шыны ыдысқа құйып, алдымен ауызды сумен бірнеше рет шайқап, артынан бұл қоспаны ауызға жағып тұрса, тамақтың ауырғаны мен тілдің ойылғаны тез жазыла. Құлақ астындағы шықшыт безі ауырғанда тірі шылаушынды таза жуып, шыныға салып, үстіне мөлшерлі ақ шекерді салып қойсаң, шылаушын езіліп кетеді. Осы езілген шылаушынды құлақ асты безі қабынып, сіңген жерге жақсаңыз ісігі қайтып, жазылып кетеді. Екінші емдеу тәсілі, шаянды сарғайғанша майға қуырып, күнде 1 данадан 2 күн жеу керек. Одан қалса құмырсқа елеуін қайнатып, жылы күйінде алқымға тартса өнімі жақсы болады. Бадамша бездің қабынуына бұғының қатқан мүйізінің түбірін талқандап, 1 ретте 9 граммнан күніне 3 рет қайнаған сумен ішеді. Адамның үні бітіп қалғанда жұмыртқа қабық пердесі 3 грамм, қоңырау гүл 6 грамм, қызыл құлақ шөбінен 4 грамм суға қайнатып, 1 күнде 2 рет ішеді. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Мақсат медициналық орталығының директоры, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының жеке мұрағат қорынан алынған мәліметтер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, ардақты ағайын.